Қаратай Алматыдағы жиынға келіп кеткен соң аттай бір ай өткенде Сәргелді ректор шақыртты. Сәлеметсіз бе, Сәргел Сайынович деді ол бұл кірген кезде орнынан тұрып, бері қарай жүріп. Екеуі қол алып амандасты, отырыңыз. Сәргел оның табан астында неге шақырғанын анық біле алмай қысқа-қысқа амандық сұрасқаннан басқа сөз айтудың ретін таба алмады. Ректор оны өте сирек шақыратын. Қалай, жұмысыңыз қалай? Жаман емес деді Сәргел күлген боп, істеп жатырмыз. Кафедра оқытушылары ұнай ма? Ол күтпеген сұрақтан аз кем абыржып, абдырап қалды. Ойында көп нәрсе бар еді. Реті келсе ректорға бәрін түсіндіріп, өзінің алдынан ор қазып жүрген. Кейбір мұғалімдерге мінездеме беріп шығу көптен күткен сәті болатын. Бірақ қас пен көздің арасында ойы жинақталмай қалды. Оның үстіне қысқаша қойылған жол жөнекей сұраққа ішкі сырын түгел ақтара салудың керегі де болмас деп ойлады. Әркім әр түрлі. Жұмыс жүріп жатыр ғой деді Сәргел 2-3 жауапқа кешіп, жағдайымды сұрағаныңызға көптен көп рахмет. Осында көріп қалып, бас изесіп өте шығатынымыз болмаса сізбен оңаша сөйлесудің де сәті түспеді. Рас айтасыз. Уақыт деген падиша шықты да, бәріміз соның басыбайлы құлына айналдық. Ректор әзілдеген боп кеңкілдей күлді. Міне, сіз бен біз осы оқу орнында 10 шақты жылдан бері бірге қызмет етіп келеміз. Шынын айтсақ, бір-бірімізді жөндеп те танымаймыз. Келеміз, кетеміз, өз тірлігіміз өзімізбен. Сонан соң бүгін уақыт тауып, өзіңізбен жөндеп сөйлесейін дегенім ғой. 2 күннен соң Берлинге ұшамын. Биологтардың халықаралық симпозиумына. Иә, естігем. Жолыға алмай қалсақ, сәт сапар тілеймін. Ғылыми жұмысыңыз қалай? Біткен авторефераттарын дайындау үстіндемін. Дайындай беріңіз. Тарихшы болмасам да өз кафедрамыздағы ғалымдардың еңбегін бағалауға шамам жететін шығар деп ойлаймын. Ол тағы күлді. Қалыптан тыс сөз айтқанда әзілдегенде, өзгенің тапқыр сөзіне риза боп күлгенде орнынан бір қопаң етіп, шашын сипап қоятын әдеті ежелден келе жатқанын Сәргел білетін. Ол бұл жолы да тап солай етті, демек өз сөзіне өзі риза, әрі көңіл күйі жақсы деген сөз. Рахмет деді Сәргел ішкі қуанышын байқатпауға тырысып. Бірақ даусының аздап дірілдегенімен бетіне бірден ойнап шыға келген қызыл күрең түс оның сабырлылығын сатып, ішкі дүниесінен хабар беріп кетті. Сіздің биология саласындағы еңбегіңізді тарихшы болсам да түсінуге тырысып, ылғи оқып жүрем. Бірақ ризалығыңды білдіру қиын екен. Қалай түсініп қалады деп жалтақтайсың? Ол көзінің қиығымен ректорға қарап қойды. Қателеспепті, сәл-сәл ыңғайсызданған болса да, оның бет пішінінен бұл ыңғайсыздыққа тизе тұруға болатын шыдамдылық нышанын байқады. Осынша жұмыстан уақыт тауып, сол уақытыңызды ғылымға адал жұмсайтыныңызға, шынымды айтсам, өз басым қайран қалам. Көзге мақтаған боп та көрінетін шығармын, бірақ айтпасқа амалым жоқ, өйткені сіз бен біз бұлай оңаша жолыға бермейміз. Ал мұғалімдер жайлы, олардың арасындағы қарым-қатынас, басшылары жайлы кімнің қалай ойлайтынын айтуды Берлин сапарынан кейінгіге қалдырсам деп отырмын. Қазір орынсыз болар. Жолға аттанып бара жатқаныңызда, ұсақ-түйек әңгімемен көңіліңізге қаяу салармын. Өте дұрыс айтасыз деді ректор риза боп, Берлиннен оралған соң тағы әңгімелесерміз. Ашығырақ және ұзағырақ. Келістік пе? Ал, сау болыңыз. Жолыққанша. Сау болыңыз. Сәргел орнынан тұрып онымен қол алысып қоштасты. Бәлкім, сіз аттанғанша кездесерміз, қарсы болмасаңыз, аэропортқа шығарып салайын. О не дегеніңіз? Мен самолетпен қанша ұшып жүрсем де мінген сайын жүрексінем. Егер шығарып салатын достарым көп болса, жыланнан қорықпайтын баладай жүрексінуді ұмытып кетемін. Бәле жаладан достарым көтеріп алатын сияқты көрінеді. Онда жақсы. Мен аэропортқа барамын. Сәргел ректордың кабинетінен көңілді шықты. Ол кафедраға да кірмей сол бойы далаға беттеді. Есік алдындағы фонтанды скверді аралап, ширек сағаттай ой қорытты. Шынымен жақсы адам ба деді ол өзіне өзі ректордың әңгіме үстіндегі бүкіл көзқарасы мен қимылдарын әр қалтарысына дейін көз алдына елестете жүріп, мүмкін, жақсы адам болуы да ғажап емес, бірақ осы көзге шейін мені неге іш тартқан жоқ? Менің жағдайымды бұрын неге сұрамады? Керісінше, баяғы арыздан кейін мені мүлдем ұнатпаушы еді ғой. Сәргелдің ойына Қаратай түсті. Демек, сол досына телефон соққан ғой. Жарайсың, Қаратай. Бауыр деген осындай болуы керек. Ал, Сәргелмен енді сөйлесіп көріңдер деді ол іштей масаттанып, енді кафедрадағы ғалымсымақтардың қайсысы көлденең тұрып көрер екен.
Мен де онымен жаман сөйлеспедім-ау деймін, деді ол ойына тағы жалғастырып, мақтаған сөздерім нанымды шыққан болуы керек. Оның биолог екенін білетінім болмаса, бірде-бір еңбегін оқығаным жоқ қой. Егер еңбектерінің атын сұрай қалса қайтер ем? Жоқ, олай ешкім сұрамайды. Мақтау естіп отырған адам нақтылықты қажет етпейді. Ол мырс ете түсті. Бір драматург айтыпты деген сөз есіне сап ете түсті. Құлақта қарын жоқ, ойына өзінде дарын жоқ деген ұйқас келді, бірақ ол тым арзан көрінді. Ол өз ойын өзі кеулеп жүріп тым терең, тым батыл кетіп қалғанын сөзіп, жүрегі әлдеқандай бір үрейден лүпілдеп кетті. Ойындағы сөзін біреу-міреу естіп қалған жоқ па дегендей жан-жағына сақтана қарап қойды. Кенет ректордың мұғалімдер жайлы сұрағаны есіне түсті. Бұл жайды ол менен неге сұрады? Оны біліп қайтпек. Бәлкім. Жүрегі тағы лүпілдеді. Санасында жалт етіп пайда болған, бәлкім, кафедра тізгінін маған тапсыру ниеті де бар шығар деген сөзді ойша айтуға да батылы жетпеді. Ол фонтан жанында қиялы шартарапқа кетіп, ұзақ тұрып қалды. Қаратай, деді ішкі бір ойы сыбырлап, Қаратай енді бір келгенде министрліктегі досын ректормен қосып дәм татуға шақыру керек. Иә, солай еткен жөн. Сәргел өз шешіміне өзі қуанып, асыға басып ішке кірді. Енді оған мына қара көлеңке коридорларда, сүсті кекшілі қабырғаларда сапырылысып жүрген студенттер мен ара-арасында көрініп қалып жатқан мұғалімдер де мүлдем басқаша, өзінен төмендеу көрініп, кафедра табалдырығын ерекше сеніммен батыл, нық, асқақтатады. Лике, деді көңіл күйі көтеріңкі Сәргел түрлі түсті телевизор көріп отырып. Лике, мұнда кел, жануарлар әлемінде деген хабар басталғалы жатыр. Білем, қазір Мәлике бірі 6, бірі 4 жасар баласын ваннаға түсіріп болып, екеуінде киіндіріп ертіп шықты. Әлі ерте емес пе? Аттай 15 минут бар, деді ол қабырға сағатына қарап. Жоқ, бұл сағат қалық. Мүмкін, бірақ сенің сағатың да озық, сэр, деді Мәлике оның көңілді қалпын бұзғысы келмей әзілдеп. Мәлике екі баласын ваннадан соң жылылау киіндіріп, телевизор алдындағы креслоға жайғастырды да, қолындағы құрғақ орамал мен кішісінің кекілін тағы ұйпалады. Сәргел балалар отырған креслоның арт жағында болатын. Мәлике еңкейген көзінде жоғарғы түймесі ағытылып кеткен халатының омырауынан әйелінің жартылай көрініп тұрған аппақ төсіне көзі түсті. Өн бойы шымыр ете қалды. Ол әйел баласының жалаңаш қалпын ұнатпайтын, тіпті олардың шектен тыс жеңі шолақ көйлек кигенін де қатты сынға алып отыратынды. Өз әйелдерімен, бұрынғысын есептегенде, төсекке жатқанда олардың балтырымен, білегімен, жарасымды мүсінімен ісі болмайтын, өз жұбайына бұлай қарау тазалық емес дейтін. Дәл қазір әйелінің аппақ төсіне абайсызда көзі сүрініп кеткенмен, оған тағы қарағысы келетінін, қараған сайын ішкі дүниесіндегі бір клеткалардың бас көтеріп, өзіне мүлдем беймағлұм қылықтың байқалғанына түсінбеді. Әйелінің қымталыңқырап жүруін талап ететін жайшылықтағы ескертуінде бұл жолы айтқысы келмейтін сияқты. Мұнысы несі, деді ішінен, бәлкім, кәріліктің нышаны шығар. Жоқ, мүмкін емес. Ер адам 50-інде қартаймайды. Менің әлі қайратым мол, мүмкін, Мәликенің әдемілігі мен мүсініне бұрын көз тоқтатпағанымнан шығар. Бәлкім 50-ден асқанда еркек қайта қайратына мінет деген сөз рас болар. Соңғы ойы оны біршама тыныштандырып, қуантып тастады. Әлгі көңілді қалпына қайта оралды. Хайуанаттар әлемінде Москвадан емес пе, мынау Алматы ғой. Қазір, мына хабар бітсін, менің сағатым бойынша 4-ақ минут қалды. Бағила қайда, ол да көрмей ме? Кітап оқып отырған шығар. Азаннан кешке дейін кітаптан бас алмайды, деді Мәлике. Бүйте берсе адам психикалық ауруға шалдығады. Сонан соң әке-шешесі біздің екі аяғымызды бір етікке тықсын. Онысы тамаша қасиет. Қайта қуану керек. Көп оқыған әйел өзінің әйел екенін ұмытып кетеді, ал әйелдің әйелдік қасиетті ұмытуы адам ретінде жоқ деген сөз. Бағила. Ол жауап бермеді. Мәлике тапачкасын сырт-сырт басып, оның бөлмесінің есігін ашты. Дәл солай, Бағила екі жағын қолымен таянып, кітаптан бас алмай отыр екен, келгелі бері өз бөлмесіндегі кітаптардың жарымына жуығын оқып тастады. Мәлике қыздың қимылсыз отырысына, үрлеп қалсаң қауырсындай ұшып кетер қалпын, оң жақ қабағына еркелей құлаған 4-5 тал қап-қара шашына сүйсіне қарады. Сурет сияқты, деді ішінен, неткен мінсіз сұлулық. Сүр, деді Мәлике бұл қысқарған есімнің аузына қалай түсіп кеткенін өзі де байқамай, әрі оның табан асты табылғанына таңданып. Бағила күлімсіреп басын көтерді.
Менің атым осылай бола ма? Иә, Сур сурет деген сөзден. Әрі Куприннің Ольга Сур деген әңгімесі де бар. Жүр, хайуанаттар әлемін көреміз. Бұл цикл хабарлардың сұлтаны. Онда 100% шындық бар. Сіз ылғи шындық іздейсіз де жүресіз. Сердің сағаты бойынша басталатын уақытысы боп қалды. Бағила орнынан тұрды. Мәнсе көрмей ме? Ол бұған қарсы, жалпы, телевизорға қарсы, оңашалықты жақсы көреді. Қызық, оңаша жатып телевизордағы көп сериялы фильмдерден әлдеқайда маңызды сюжеттерді көз алдыма елестете аламын дейді. Демек, оның өз қиялының телевизоры бар. Бағила барғысы келмесе де, Мәликенің көңілін қимай жайлап басып оның соңынан ерді. Табалдырықты аттай бере ол ток ұрғандай сілейіп тұрды да қалды. Не болды деді Мәлике оның қолынан түсіп кеткен кітапты да көтермей иығынан құшақтап. Бағила үндемеді. Сур, не болды деймін саған, ол шошына айғайлап жіберді. Қыз сонда ғана өзіне өзі келді. Телевизор жаққа жасқана тағы қарады. Ол ғайып бопты. Хабар аяқталып экранда қағазбен қауырсын қаламның қимылсыз суреті ғана қалыпты. Сол деді ол ішінен, дәл өзі. Мен оны ұмыта алмаған екенмін ғой. Сәргел стақанмен суық су әкеп, өзіне үрейлене қарап тұр екен. Мәлике оған су ұртатты. Тез жатқызу керек деді Сәргел өзінше қорытындыға келіп. Мәлике оны жаңа ғана кітап оқып отырған бөлмесіне апарып төсекке жатқызды. Бір жерің ауырама деді ол қыздың жүзіне аяушылықпен қарап. Ол басын шайқады. Көз алдына жігіт суреті тағы келді. Осында келгелі бері оны алаңдап іздеп жүреді, кездесті. Тағы да сол салқын бейне, салқын жанар, тағы да қас қағым сәт. Жалт етті де ғайып болды. Не деп сөйледі, не туралы айтты? Бағила оның сөзін тыңдай алмағанына, жүзіне жақын жерден анықтап қарай алмағанына қатты өкінді. Өзімді өзім жеңемін, бір жолыққан бейтанысты ұмыту қиын емес шығар деген сенімінің табан асты күл талқан боп, жүрегінің әлі тулап жатқанынан Бағила ол жігіттің жан түбінен берік орын алғанын, енді оны ешқашан ұмыта алмасын анық сөзді. Шынымен мен оны ұмыта алмаймын ба деді ол мың қайталаған сұрағына тағы оралып, сонда мен оны. Жоқ, мүмкін емес, бір көргеннен қалайша құлай берілуге болады. Жедел жәрдем шақырайын. Сенің түрің өзгеріп кетті ғой. Жоқ, керек емес. Қазір бәрі өте шығады. Бұрын аурушы ма едің? Жоқ. Жата тұр, қазір мұздай компресс қояйын. Ол шығып кетті. Ас үйде сабыры кетіп Сәргел жүр екен. Қаратайдың әкесінің жүрегі аурушы еді, ақыры содан кетті. Көз келген кесел тұқым қуады деген рас екен ғой деді ол басын шайқап, жас қыз, о бала. Инфаркт деген жауыңа да тілемейтін ауру. Ең жаманы, одан адам өмір бойы жазылмайды. Жарайды деді Мәлике зекіп, ол аурудың жайына талдау жаса деген кім бар, сенсіз де жақсы білеміз. Мәлике дәкесін суық суға малып, оны босаңдау сықты да, Бағила жатқан бөлмеге қайта кіріп кетті. Компресстің қажеті жоқ деді қыз мүлде құлан таза дауыспен, менің еш жерім ауырмайды, ауырғанда емес. Мәлике оның тұп-тұнық жанарына ұзақ қарап тұрды да. Менің әйелдік түйсігім алдамаса, саған ерекше бір жағдай әсер еткен сияқты. Шыныңды айтшы, ол не деді, мақпалдай жұмсақ үнмен. Бағила өзіне төніп тұрған Мәликенің күлімсіреген жүзіне, мейірім мен жанашырлыққа толы жанарына көз тоқтата қарады. Қараған сәтте оның бүкіл болмысынан. Айта бер, мен сені жақсы көрем, өзіңе қалай сенсең, маған да солай сен. Мен сенің анық досыңмын деген ақ көңіл, адал ниетті аңғарды. Осы бір тазалық жас қыздың балапан жүрегін шымырлатып, оған деген ыстық ықыласын тастып кеткенде болды. Ликей деді Бағила сыбырлап, мен сені жақсы көремін. Мәлике күтпеген сөзден сыңғырлай күлді. Сондықтан осылай жатырсың ба? Жоқ, әрине. Енді не? Мен. Лике, сен күлмейсің ғой. Айтатының күлмейтін нәрсе болса мені жын ұрып кетіп пе? Жаңа телевизордан мен оны көріп қалдым. Телевизордан. Кімді? Сол жігітті. Мәлике кеудесін көтеріп, оған аңырая қарады. Сол жігітті. Ол кім? Білмеймін. Сур деді ол күрсініп, сен не есіңді әлі жиған жоқсың, немесе менің есім ауытқи бастаған. Түсінсем бұйырмасын. Бағила оған мән жайды түгел түсіндіріп шықты.
Демек, сен оған ғашық екенсің, деді Мәлике ұзақ үнсіздіктен соң қорытындыға келіп. Болады. Әсіресе, сенің жасыңда бұл жайт жиі кездеседі. Лике, бұл жасқа байланысты емес сияқты. Менің оған деген ықыласым ұнату деген ұғымнан терең ғой деймін. О, бейшара болған суыр, деді Мәлике әзілдей күрсініп. Сен бұл жаққа жетпей жатып ақ, жолда ғашық боп біткен екенсің ғой. Ал мен болсам. Ол тағы күлді. Бәрі алда деп жүрмін. Енді қалай, көбісі өтіп кетті деп ойлайсыз ба? Тең жартысы. Өйткені мен осынша жасқа келіп, 1,5 ай бойы біреуді ұмыта алмастай ғашық болған емеспін. Бәлкім, кездеспеген шығар. Ал, сен кәдімгідей аурусың. Махаббатта ауру ғой. Ауру сияқты оның да көп белгілері бар, әсері бар, күшейіп, әлсірейтін көзеңдері бар, және ең бастысы, емі бар мен емі жоғы тағы бар. Ой, суретім-ай менің, сен ұмыта алмай жатқан жігіт неткен бақытты еді десеңші. Оның орнында мен болсам жүрегім жарылып кететін шығар. Ал енді не істейміз? Білмеймін. Ғашық болуды білесің, ал не істеу керек екенін білмейсің. Ол жас баладай еркелетіп оның мұрнынан қысты. Мәлике орнынан көтеріліп, есікті ашты да, сэр, деп дауыстады. Бағила шошынғаннан ұшып тұрып, оған жетіп келді. Лике, мұныңыз не? Оған не айтпақсыз? Тыныш тұр, ғашық болған сурет, деді ол аздап бері қарай мойнын бұрып. Қазір сэрдің білімін тексереміз, сэр. Сәргел дәретханаға кіріп кеткен екен. Бірдеңе боп қалды деп үрейленді ме, қарлығыңқы дауыспен, не? Деп оқыс үн қатты. Сен асықпай отыра бер, Сурдың халі жақсы. Айтшы, жаңа телевизордан сөйлеген кім? Бағила Мәликені енді тоқтата алмасын біліп, креслоға бетін басып отыра кетті. Оны қайтесің? Сол керек. Мен бір жерде көрген сияқтымын. Қайдан көрдің? Білсем сенен сұраймын ба? Қымыранның ақшасын төлемей кеткен сияқты. Шыққасын айтайын да. Жоқ, қазір айт. Жасын Мәдиев. Талантты ма? Бұл күнде одан асқан белгілі ешкім жоқ. Өте талантты. Ол саған ұнай ма? Шығармаларын айтам. Мен оны оқыған жоқпын. Газеттер солай деп шулап жатады. Сэр, құттықтаймын. Емтиханнан жақсы деген баға алдыңыз. Ол есікті жапты да бері қарап, шығармаларын білмегендігі үшін жаман деген баға қоюға да болады. Бірақ бізге керегі әзірге ол емес, деді. Ал аты жөнін есіттің бе? Тух, неткен масқара. Мен ол кісі бар жерге енді қалай кірмекпін? Ештеңе емес. Сэр, оны неге сұрап тұрғанымды қайдан білсін? Ал дерегі шықты. Енді іздеп табу оңай. Жазушылар одағына телефон соқсақ, адресін алуымызға, телефон нөмерін білуімізге болады. Іздейміз бе? Құдай үшін, атамаңыз. Керегі жоқ. Рас-ау. Оны сен іздеп барсаң не болмақ? Мәлике ойға шомып үнсіз қалды. Сәлден соң, көрерміз, деді сергіп, уақыт көрсетер. Алда әлі күндер көп. Ойласармыз, жүр, менің сүйікті хабарымды көрейік. Жоқ, мен осында бола тұрайын. Сәргел ағадан ұяламын. Мейлің, сүйіктіңмен 1 сағаттай оңаша қала тұр. Лике. Чау, ол сүйріктей саусақтармен еркелете қоштасып шыға берді. Ал мен өз сүйіктімнің жанына барайын. Соңғы сөзді күліп айтса да, Бағила оның астарынан ащы мысқыл байқап қалғандай болды. Жасын, деді Бағила оның атын іштей қайталап. Жасын Мәдиев, Жасын. Ажап. Жасын деп ат қоюшы ма еді? Найзағай деген ұғым ғой. Жасын. Бұл сол екен ғой. Бұрын суретін көрмеген екенмін. Ау, Бағила оның 2 кітабын оқыған. Бір емес, бірнеше рет. Соңғы рет осында жүрерден 1 ай бұрын оқып еді. Оның өмірге көзқарасына, кейіпкерлерінің терең түсінігіне, парасатына, жан-жақты білімділігіне, оқиғаларының тартымды боп шиеленісіп жататынына, автордың биік мәдениетіне таң қалушы еді. Газеттер оның атын аспанға көтеріп мақтап жататын. Қатты сынаған мақалаларды да оқыған. Теңіздей терең, сынапшыдай сараң ойлы сөздеріне, олардың қорғасындай салмағына қарап Бағила оны кексе адам болар деп топшылайтын. Бүгін оның атын білді, бір сәтке болса көріп қалды. Хайуанаттар жайлы хабар біткен соң Мәлике Бағиланың бөлмесіне кірді. Сур, деді ол, диван кереуеттің қасындағы креслоға отырып. Даусында салқындық бары байқалады. Саған бұлай етуге болмайды.
Мен жаңа бір актерға телефон соқтым. Олар бірін-бірі жақсы біледі екен. Не? Болмайды. Саған бұлай ғашық болуға болмайды. Сен әлі жассың. Оның үстіне. Ол үйленген адам. 2 баласы бар көрінеді. Бағиланың алғаш оянған сөзімін аяғандықтан ба әлде, ұнатқан адамын өмір қашанда осылай асу бермес қиындығымен әкеп жолықтыратындығынан ба әлде, 12-де бір гүлі ашылмаған қызды үйлі баранда адамға қимайтындығынан ба, сөйлеген кезде, ішкі толқудың әсерінен оның даусы аздап дірілдеп тұрды. Бағила өң мен түстің арасында қимылсыз қалды. Мәликенің бұл сөзі бағана жасынды көріп қалған сәттен кем әсер етпесе де ешқандай сыр бермеуге тырысты. Лике, деді ол қалтырап, сіз мен жайлы неге олай ойлайсыз? Мен оған ғашықпын деп қашан айттым? Қашан? Ғашық. Сіз мені неге қорлайсыз? Ол ызаға булығып теріс айналды. Оң жақ қырына аунап түскенде білегіне жылымшы тамшының тигенін өзі де аңғармай қалды. Жарайды. Қапаланба. Сені қорлаған боп көрінсем, кешір. Суретім менің, сен маған ренжіме, ойымдағына айту менің міндетім. Өйткені мен қорқамын. Сенің тағдырыңнан. Неге екенін бір Құдайым білер, сені ойласам жүрегімді белгісіз бір қорқыныш билеп алады. Бәлкім, алдамшы сөзім шығар, сен мұны да көңіліңе алма. Мәлике бұл жерде көп отыра беруді өзіне ауыр сөзінді ме, осы сөзден соң кешікпей шығып кетті. Жаңа Қаратайға заказ бердім, деді сәргел, оның көңіл күйі бұрынғысынша жақсы екен. Мәлике шошып кетті. Неге үйттің? Қызының ауырғанын айтпа, керегі жоқ. Оның дені сау. Жоқ, деді сәргел жайбарақат, басқа мәселе. Амандық, саулықтарын біліп қояйын деп, ол ректормен болған бүгінгі әңгімені әйеліне айтудан тартынып еді. Басқа біреулердің құлағына шалынып қалама деп қауіптенген. Сәргел әйеліне де сенбейтін. Мәлике шығып кеткен соң, Бағила есікті іліп алып, төсегіне етпеттеп құлай кетті де, көз жасына ерік берді. Бейтаныс жігітті ұмыта алмағанын, енді ұмыта алмайтынын мойындаса да, ғашық деген сөзден қорланып, оның басыбайлықпен астасқан салмағына өзілгісі келмей булыға жылады. Күздің ақырғы айының ақырғы күндері еді. Таңертең басталған жаңбыр түстен кейін, қарға айналып, ол қайтадан суық жаңбырға ауысып, қаладағы асфальт көшелер мен тротуарлар аяқ басуға жеркенердей шылқып жатқан. Бағиланың студенттермен жұмысқа барып келгеніне де жарты айдай ғана уақыт өткен. Сәргел оны қалада қалдырмақ еді. Ауырып қаласың деп Мәлике де сәргелді қостаған, бірақ Бағиланың қаладан аулақтау кеткісі келді. Мәликенің көріпкелі бар екен. Бағила жұмысқа араласқан соң 2 күннен кейін ыстығы көтеріліп, жалпасынан түсті. Жұмыс соншалықты ауыр да емес, бар болғаны совхоздың алмасын жинау. Бұларды жұмысқа алып келген жас мұғалім оған жаны ашып, Алматыға қайтармақ болып еді. Бағиланың өзі көнбеді. Ол студенттерге босатылып берілген совхоздың қонақ үйінде 4 күн бойы төсек тартып жатып алды. 4 күн бойы жас мұғалім оның маңынан ұзамай қойды. Бұдан гөрі де ұзақ жататын ба еді. Бағила студенттер арасында пайда болған күдікті көзқарастар мен күбір сыбырлардан қауіптеніп ерте тұрып кетті. Осы 4 күн жас мұғалім Серботаға махаббаттың айықпас ауруына бір жолата шалдығып шығуына толық жетіп жатыр еді. Әрі жас, әрі жігерлі, әрі алаңдайтын семьясы жоқ. Студенттердің тілін таба білеттеп жіберген Сербота махаббаттың әлегінен жүні жығылып, Алматыға азып қайтты. Курстағы жігіт біткеннің Бағилаға ғашық болмағаны жоқ еді. Қолдары қалт етсе, болмашы нәрсені сылтауратып ең аз дегенде 4-5-еуі оның қасына жинала қалатын. Мұғалім ретінде олардың ортасына соғына беруге ыңғайсызданатын Сербота алыста жүріп мұңға батады. Жаратылысынан нақты ғылымға бейім жігіт сара уайымның салдарынан ақындық өнерге душар боп, оған лирика-философиялық хаттар жазды. Бағила олардың бірде-біріне жауап қайтармай, қолы бос көзінде оқып көңілденсін деп бәрін Мәликеге жіберіп отырды. Аспанды ботана бұл түгел жапқан, жуық арада ашыла қоятын түрі жоқ. Тротуардың екі жағына қатарласа өскен қара ағаштар сары жапырақтарынан айырылып, сидиіп мүлгіп тұр. Қаланың еңселі үйлері де жазғы сәнінен айырылып, көңілсіз сұрғылт түрге еніпті. Бағила бүгін сабақтан ертерек шыққан соң, жол жөнекей пластинкалар дүкеніне бұрылды да, одан көңіліне ұнар ештеңе таппаған соң көшеге шығып, таксиге қол көтерді. Ішінде бір ғана жолаушысы бар, такси оның алдына кеп тұра қалды. Қыз адресін айтты. Жолымыз бір екен, отырыңыз, деді шофер көңілді дауыспен.
Бағила шатырын сындырып ішке енді де, артқы орынға жайғасты. Баратын жеріңіз өз үйіңіз бе деді алдында отырған жігіт бері қарай мойында бұрмастан. Сіз маған айтып отырсыз ба деді Бағила. Иә, сізден басқа ешкім жоқ екенін білесіз ғой. Оның қажеті қанша? Бұл сұрағыңыз ба, жауабыңыз ба? Қалай қабылдағыңыз келсе де қарсылығым жоқ деді қыз наразы үнмен. Соншалықты тапқыр сөз емес. Сіз басқаша жауап берер деп күтіп ем, өзгелерден түкте айырмаңыз жоқ екен. Неге өзгелерден басқа болуым керек? Жігіт мырс етті. Өзіңіз біліңіз, онда менің шаруам шамалы. Тек сізді басқа қыздардан бөлекше шығар деп ойлағаным ғой, папаңыз осында ма, ауылда ма? Бейтаныс адамның аш кенедей жабысып, қадала қойған сұрақтары Бағиланың намысына тиді. Сіз менің папамды танымайсыз, онда шаруаңыз қанша? Ол кісіні ұмытуға бола ма? Сізді де жақсы танимын. Жүргізуші жолдас, машинаны тоқтатыңызшы деді Бағила, мен түсіп қалайын. Жүре беріңіз деді жігіт сенімді салқын үнмен, сонан соң сөзін тағы да қызға бағыттады. Айтыңызшы, ұмытып барады екем, оқуға түстіңіз бе? Бағила дәл қойылған мына сұрақтан тосылып, күдік пен таңданудың екі ортасында сәл абдырап қалды. Иә, оны қайдан білесіз? О баста осылайша жауап бергеніңіз жөн болар еді, сіздің оқуға түспей қалмайтыныңыз белгілі. Неге олай дейсіз? Неге олай дейтінім сізге тағы да белгілі. Бағила оның қушықтау жауырыны мен мойын орағышынан бері екі елі бері асып тұрған қою қарада қайратты шашына, тіпті кеудесіне, мойын бұрмай сіресіп отырған қалпына жақтырмай қарады. Сіз өмірге өте ызалы адам болуыңыз керек деді ол осы сөзінен өзіне жұбаныш тауып. Болса болар. Сіз жақында түсесіз, ұмытпай тұрғанда сұрап қалайын. Купелеріңізде қалған баяғы бір парақ қағазды жыртып тастаған жоқсыздар ма? Көз алдынан найзағай жарқ ете түсті. Сол найзағай соққысы Бағиланың өн бойын шымырлатып, қан тамырларын бір сәтке буып тастады. Шалшықтарды шашыратып, зулап келе жатқан машина кенет саңылауы жоқ туннельге сүңгіп кеткендей төңірек түнекке айналып, әлден соң барып қана жанарына қара ілікті. Ең бірінші көргені тағы да сол қимылсыз отырған тұлға болды. Бір парақ қағазды оқыған сәттен бері ойынан шықпай, өзін азапқа да батырып келген тұлға. Сол адам қарсы алдында қол созым ғана жерде отыр. Кім ойлаған деді ішінен Бағила әлі де өзіне өзі жөнді келе алмай, бұлай кездесеміз деп ойлап па ем. Таксиде, мен тоқтатқан таксиде. Түсімде көрдім деуге де жанаспайтын неткен кездей соқтық. Сіз жауап бермедіңіз ғой. Әлде ойыңызға түсіре алмай отырсыз ба? Жігіт орындық арқалығына сол шынтағын қойып, бері қарады. Жүрегіңді дір еткізер сол баяғы салқын жүз, жебедей қадалар сол баяғы мұздай жанар. Менде деді Бағила естілер естілмес қана сыбырлап. Ол бұл сөзді қалай айтқанын өзі де байқамады. Жоғалтпағаныңыз үшін рахмет. Ол қағазда ойларымның жиынтығы жазылып еді. Сіздерге қымбат бола қоймас, маған өте қажет. Мен сізден оны қалай алсам екен? Жасын Бағилаға көз тоқтата қарады. Қысылмай, қымтырылмай тура қадалған жанар жас қыздың жүрегін жуалдыздай шаншып өтті. Сол шаншу бүкіл жанымен тәнін тұтқындап, ерекше бір сиқырлы күштің құдіретімен оған айтпаспын деген сөзін еріксіз тіл ұшына итерді. Жоқ, мен үшін ол қағаз өте қымбат деді Бағила өзін өзі билеуден қалып, қажет болса әкеп берейін. Жасын бұрынғыдай селқос емес, қыз жүзіне барлай қарады. Мұздай жанарына лып етіп жылылық енгендей болды. Адалдығыңызға ризамын деді жігіт қыз сөзімен үндегі таза көңілді байқап, бір жапырақ қағазды тұмардай жоқтап отырғаным тосын адамға өрескелді көрінер. Оның не себепті қажет екенін жаңа айттым. Екінші себебі өзім ұнатпайтын адамдардың қолында ескі ұлтарағымның қалғанында қаламаймын. Жігіттің соңғы сөзі Бағиланың жылы жүрегіне қырау қатырды. Қарсы алдында отырған осы бір бейтаныс кешірім дегеннен жұрдай, кісінің ақ қарасын ажыратып жатпайтын, мейірімсіз жандай көрінді. Бағила әңгіменің сол бір парақ қағазға кептірілген сәтінен бастап өзінің кілт өзгергенін, арбалған торғайдай ерекше бір сиқырлы күштің жетегіне еріп жүре бергенін, өзін өзі билей алмағандығы үшін намыстан жарыла жаздап отырғанын, ең бастысы, осының бәрі мына жігітке мұздай қалпынан бір өзгермеуі әуелі өзінің, қала берді әкесінің арын қорлағандай сөзінді. Иә деді Бағила ызаға булығып, шын айтасыз, біз үшін оның ескі ұлтарақтайда бағасы жоқ. Жай кітаптардың арасына байқаусыз салып қойыппын. Оның ызадан тынысы тарылып, қолындағы жапон шатырын мыжғылай берді.
Төмен қарап отырғанмен қарсы алдыңда өзіне қадалған жанардың суық лебін сөзінумен болды. Ызаланғанымды анық байқады, деді Бағила іштей. Жаңа ғана мүлде басқаша жауап беріп едім ғой, ол сөз жоқ, мені күлкіге айналдырып отыр. Өте жақсы, деді жігіт бетін алға бұрып, шамалауымша, түстен кейін оқитын болуларыңыз керек. Қай аудитория, сағат қаншада деп сұрағанымен қазір маған жауап беретін жағдайда емессіз. Сондықтан былай келісейік, мен ертең аудиторияларыңызды сабақ кестесінен тауып алып, үзілісте дәл сол аудиторияның есігінің алдында күтейін. Сіз маған әкеп бере қойыңыз. Менімше, мұның түкте қиындығы жоқ. Ал егер оны да иілу деп есептесеңіз, біреуден беріп жібере салыңыз. Нақ сол кезде сіздердің есіктеріңіздің алдында менен басқа бөтен адам бола қоймас. Бірінші сабақтың бірінші үзілісінде келем, осыған келісесіз бе? Қыз үндемеді. Оның сөздерінің соншалықты ауыр, бірақ соншалықты дәл шығып жатқаны көмейін бітеп тастады. Егер оны иілу деп есептесеңіз, неткен қазымырлық. Бағила осы кездесуден соң түні бойы өзімен өзінің арпалысып шығарын. Мына жігітке деген бұрынғы ыстық ықыласымен бүгінгі салқын сөзімі тайталасқа түсіп, бәрібір суықты ыстық жеңерін, сөйтіп, бір жапырақ қағазды онымен кездесудің дәнекері етіп сыртқа өзі алып шығарын осы машинада отырып ақ күн ілгері топшылап қойып еді. Бірақ жігіт сыныққа сылтау қалдырмай бір-ақ сөзбен оның алдын кесіп, амалын құртып кетті. Бағила соған ызаланды, сол ыза көмейіне тобық боп кептеліп, көзіне жасы үйірді. Машина оның үйінің тұсына кеп тоқтады. Бағила таксиске 1 сом ақша берді. Ана мейірімсіз, мен төлейін деп айтпады да. Ол асфальттың қарлы балшығын бұрқырата кешіп, үйіне қарай тез-тез жүре берді. Қол шатырын ашып төбесіне көтеруді ойлаған да жоқ. Кең арқадан өтіп, үйіне қарай бұрыла бергенде, қараңғы бұрыштан таныс адамның пошымын көріп қалғандай болды. Мұны қайдан көріп едім? Деген сұрау шырмауықтай шарпысқан ызалы ойының арасынан жылт ете қалды. Бағила жылт еткен бұл сұраққа да, қимылсыз тұрған тұлғаға да мән бермей оның жанынан өте берді. Бағила, деді жансыз, бейнеге оқыс тіл бітіп. Қыз селк ете түсті. Сербота. Плащ пальтосының қалтасына қолын сұғып, бұған қараңғылықтан телміре қарап тұр. Далада көп жүрген болса керек, шляпасының ернеуінен су тамшылап, онсыз да ет боп өзіліп кеткен иығына құйылып жатыр. Сербота ағай, бұл сізсіз бе? Деді қыз, 2-3 адым жерден таңдана дауыстап. Иә, немін. Кешіріңіз, мен сізге. Сербота ағай, сізге не болған? Бала емессіз ғой, мұныңыз не? Маған үйге қайт демексіз бе? Олай демей-ақ қояйын, бірақ мына тұрысыңыз ыңғайсыз ғой. Және Сәргел ағайды жақсы танисыз, ол кісі көріп қалса. Көре берсін. Сізге бәрібір болғанмен маған бәрібір емес, түсініңіз. Ертеңде күн бар ғой, деді Бағила, дәл қазір одан құтылуды ғана ойлап, суық тиіп ауырып қаласыз. Мейлі, сіз үшін. Япырмай. Ол жан-жағына жасқана қарап қойды, тіпті ұят екен. Қайтыңызшы, Құдай үшін, өтінемін. Біраздан соң сізге телефон соғайын. Керегі жоқ. Ал, сау болыңыз. Мен кетемін. Терезеден біз тұрған жер ап-анық көрінеді. Былайырақ кетейік. Сіз. Мені ренжіткіңіз келмесе, қазір қайтыңыз. Алдағы жексенбіде маған тым болмаса 2 сағат уақытыңызда арнаймын деп уәде бермесеңіз кетпеймін. Күте-күте, шыдай-шыдай болдым. Ой, Тәңір-ай, енді мынандай халге душар болдым ба, деді қыз өзіне өзі. Енді не амал бар, ұят-ай. Жарайды. Бұл менен құтылу үшін айтылған сөз емес пе? Тух, сізге не болған бүгін? Жарайды дедім ғой. Рахмет, деді Сербота күрсініп, сіз жүре беріңіз, мен қазір қайтамын. Бағила басқа ләм деместен подъезге жүгіре кіріп, пружиналы есікті сарт жапты. Сол жерде тұрып есін жиғандай көзін жұмды. Неткен ауыр күн еді, деді күбірлеп, бір арпалысым аз болғандай, мына жайға тағы тап болдым ау. Ол үйге кіріп келгенде Мәлике мұның түрінен шошып, айғайлап жібере жаздады. Не болды? Деген Мәликенің үрейлі сұрағына есікке арқасын сүйеп тұрып. Көрдім деп жауап берді. Кімді? Екеуінде. Немене? Екеуінде деймін. Бірін таксиде, екіншісін үйге кіре берісте. Біріне ақша бердім, екіншісіне уәде бердім. О, жасаған ақ падишаны сақтай көр. Ол өзі тартқан болды. Сен мені жындандырмай тынбайтын шығарсың, жөндеп айтшы.
әуелі шешініп алайын, Лике, деді Бағила оған күле қарап. Сур, сен ішіп алғанбысың? Лике, ол бізді ұнатпайды, Лике. Мені де, бәрімізді. Бүгінгі оқиғаларды ол Мәликеге түгел айтып берді. Лике, деді Бағила аспанға қарап жатып, әйел атаулының өмірі осындай арпалыспен өте ме? Бұл әлі бастамасы ғана. Қандай аянышты. Тезу керек, көну керек, иілу керек. Менің ешкімді сүйгім келмейді, Лике. Ол сенің еркіңде емес, Сур. Сүй деген ешкімнен рұқсат алып келмейді, ол тіпті өзіңмен де санаспайды. Сүю, өзгеге тәніңмен жаныңды құл етіп матап беретін тәтті, сүйкімді жауыз. Сіз біреуді сүйіп көрдіңіз бе? Көрдім. Мен шын сұрап тұрмын. Мен неге өтірік жауап берем? Ол немен бітті? Көріп жүрсің ғой, сенің әкеңнің немере ағасына тұрмысқа шығуымен бітті. Бағила оның жүзінен кермек күлкіні көрді. Сіз Сәрге неге тұрмысқа шықтыңыз? Сізді ешкім зорлап көндірген жоқ. 10 жыл бойы мектеп программасынан оқып келгеніміздей қалың мал құрбаны болған жоқсыз. Осындай кезде, 70-ші жылдардың басында, сізді бұған итерген ненің әсері? Мәлике креслосына шалқайып ауыр бір күрсінді де, екі шынтағын тізесіне қойып қайтадан алға өтіп отырды. Сур, бұл өте ұзақ, әрі мейлінше сұрғылт әңгіме, оның ешкімге қызығы жоқ, тіпті өзіме де. Кейде мен өткен өмірімді мүлдем есіме алғым келмейді. Қолымда бір құдіретті күш болса, бәрін бір жолата із қалдырмай өзгертіп ертеңгі күнмен өмір сүргім келеді. Өзің айтшы, композитор, күйеуді қалаймын ба, махаббатымен қазы картаны қатар алып жүре алатын бейшара, пасық жігіттерді аңсаймын ба, әлде бір әйелін қызғаншақтықтан өлтіріп, менің де жанымды тасқа тамған тамшыдай білдірмей қажап келе жатқан қытымыр Сәргелге ризамын ба? Сен болашақ тарихшысың ғой, сәл тереңірек ойланшы. Жер үстіндегі тіршіліктің жаралғанына 5 миллиардтай жыл бопты, оны да ешкім санап тұрған жоқ, одан да көп болуы мүмкін. Содан бергі тіршіліктің бірде-біреуін білмейміз. Бәрі бізсіз өтті. Біз басқа бір белгісіз кеңістікте белгісіз молекула, не белгісіз бір бөлшек боп ұшып жүрдік. Кенет дүниеге келдік. Ақылы бар, ойы бар, тілі бар, дыбыс пен бояудың сырық түсіне білетін қасиеті бар адам формасында келдік. Қысқа ғана мерзімге. Асығыспыз, уақыт жоқ, белгісіз кеңістіктегі белгісіз бөлшекке тез қайта айналуымыз керек. Сонда деймін-ау, сонда не үшін келдік, не үшін келдім? Композиторға тұрмысқа шығып, 3 айдан соң ажырасу үшін, түсінігі мен түйсігінен пендешілігі терең жігіттерге қазы, карта үлестіру үшін, әйелі өлген Сәргелге, ол бұл сөзді батырып айтты, тұрмысқа шығып, зым-зия ғайып болу үшін бе? Сол үшін ғана келдім бе? Лике, басқа қандай мақсатыңыз бар? Сіз нені армандайсыз? Білмеймін, Сур, деді Мәлике алақанымен иегін тіреп, бір сөзбен айту қиын. Жалпы ойындағы көксегенің бір сөзге сиятын болса, оның да соншалықты мәні бола қоймас. Мен күні көшеге дейін өз өмірімнің әр күннен ғажайып бір жаңа құбылысты, жаңа бетбұрысты күтіп келдім. Әне, міне ол есігімді қағат деп күттім, қағады да мені ертегідей бір өмірге жетелеп алып кете баратындай көрінетін. Лағы өлген киіктей ол қиялымда суалып бітті. Ерте суалды. Өйткені мен ертеңгі күнімді ерте түсіндім. Бәрі алақандағыдай. Ешқандай сыры, ешқандай жұмбағы жоқ. Бүгін 8 сағат жұмысы, 1 сағат үзіліс, кешкі ас, 7 сағат ұйқы. Ертең 8 сағат жұмыс, 1 сағат үзіліс, кешкі ас, 7 сағат ұйқы. Осылай кете барады. Өмір бойы. Лике, деді Бағила, сіз мүлде адасқан жансыз, сіз не жазушы, не жихан көз болуыңыз керек еді. Өзіңізді өзіңіз дүкенге бекер қамағансыз. Мынандай ойларыңызды қазы карта мен қымыран сататын тар дүкенде тұншықтыру обал ғой. Мәлике кенет сықылықтай күлді. Ол Бағиланың әдемі мұрнынан тағы қысып қойды. Сенің ойың ұшталып келеді. Сұрақтарың бітті ме, жолдас тілші? Жоқ, сіз ешқайсысына да жауап берген жоқсыз, бәрі аяқсыз қалды. Басқа бір кезде, Сур, сағат 11 бопты. Таңертең ерте тұру керек. Оның үстіне сенімен ұзақ сөйлесіп қалсам, сэрдің қызғанышы оянады. Жалпы оның қызғанышы ояну үшін менің қарсы алдымда жанды бейненің отыруы шарт емес. Егер столға шампанның бөтелкесін қойып, сол жерде үнсіз ойға шома қалсаң, ол сені бөтелкеден де қызғанады. Демек, ол сізді жанындай сүйеді.
Сондықтан әйелін бөтелкеден де, қарындасынан да қызғанады. Ол аузын алақанымен басып, тұншыға күлді. Кейде маған ол бұл дүниеге тек әйелін қызғанып өту үшін ғана келген сияқты боп көрінеді. Бағила да күлді. Саған күлкі жарасады деді Мәлике, саған бәрі жарасады. Егер сен өгіздің мүйізін басыңа жапсырып алсаң да жараса берер еді. Ал музыка тыңда, кітап оқы, қиял көз. Түбі сен осы бөлмеден не данышпан боп шығасың, не ақылыңнан адасып шығасың. Ол орнынан тұрды да, күлкісін жиып, сенің өз ақылың өзіңе жететін сияқты. Байқа, әлі тым жассың, шамаңның жеткенше махаббат деген феодалдың құлы болмай бостандықта жүре тұруға тырыс. Бағила оған сүйсіне қарап тұрып, көзін жұмып басын изеді. Ол шығып кетті. Біраздан соң Бағила бас жағындағы кітаптың арасынан ертең сабаққа алып баратын бір парақ қағазды тауып алып, оны тез оқып шықты. Өткен жолғыдай емес, түсінікті, айқын секілді. Және ондағы сөздердің бәрінен жасынның айқында бұлтартпас қоңыр салқын үні естіліп тұрғандай болды. Ол қағазды жандағы кітаптың үстіне қойып төбеге қарады. Назары одан сәл төмен жылжығанда бұғының кепкен басын көрді. Ол бәз баяғысынша көрінбейтін көкжиекке, еліре, таңдана қарапты. Қараған сайын қарай бергісі келетін сияқты. Торшердің сарғыш сәулесінен оның жанары сәл күңгірт тартып, бұрынғы бейкүнә қалпына болмашы ғана өкінішпен мұң ұялапты. Бір кезде сол жанар бірте-бірте мүлдем суық тартып, Бағиланың дәл өзіне қадалып тұрғандай көрінеді. Оның жүрегі дір ете түсті. Мына жанар бүгінгі таныс-бейтаныстың жанарына ұқсайтын сияқты. Жебедей өткір, сүңгідей, шелдің құдығындай терең. Әрі жақын, әрі жат, әрі үрейлі, әрі қымбат. Арнамызға жазылып, жаңа шыққан аудио кітаптарды бірінші болып тыңдау үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Бұл сіздің қазақ әдебиетіне қосқан бір үлесіңіз болмақ. 8-ші бөлімді тыңдау үшін келесіге өткізіңіз.